Көбіне іскер азаматтар кабинетте емес, дастархан басында шарт жасасады. Мұндай кездесу өткізудің де өз ережелері бар. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз түскі ас кезінде келіссөз жүргізу әдебі жайында баяндаймыз. Түскі асқа шақыруды жазбаша түрде жіберуге болады. Хатталған адам оған алғыс білдіріп, жауап қайтаруға міндетті. Қағаз бетінде кездесудің дресс-коды да жазылуы мүмкін. Егер күнделікті киіммен келуге болады деп көрсетілсе, іскерлік костюм кию керектігін ұмытпаған жөн. Бұл ереже ерлерге де, әйелдерге де қатысты. Ас ішетін жерді таңдап, алдын ала орын табу міндеті шақырған адамға жүктеледі. Шотты да сол кісі төлейді. Ал егер шақырушы бірге барып қайтайық деп айтса, онда қос тарапқа да ас үшін төлеуге тура келеді. Дастархан басында айтылған әңгіменің тақырыбы да маңызды. Іскерлік кездесуде дін мен саясат мәселелерін талқылау дұрыс емес. Ал кино, саяхат, спорт жайында сөйлескен керісінше өте орынды. Ауа райы мен кептеліс тақырыптары да әрдайым өзекті. Кездесуге сеп болған түйткіл туралы сөз тамақтан кейін ғана қозғалады. Осы кезде тараптар қағаздарын шығарып, ашық талқылауға кіріседі. Деловые звонки, так же, как и деловые встречи, стали неотъемлемой частью. Іскер адамдар өзінің әріптестерімен үнемі кездесіп бір-біріне хабарласып тұрады. Басқосу кезінде біреу телефонмен хабарласса, әрине, онда жауап бермеуге тырысу керек. Өйткені дәл қазір талқыланып жатқан тақырыпқа қатысты шаруаларды кейінге шегерген жөн. Әйтпесе, әңгімелесіп отырған адамыңыздың ызасына тиюіңіз мүмкін. Мейрамханаға барар алдында сәл тамақтанып алған жөн. Өйткені сіз бизнес сұрақтары алдыңғы қатарға қойып, іскерлік ас кезінде алдыңызда тұрған тағамға қарауға да шамаңыз болмауы мүмкін. Ал егер тапсырыс жасайтын болсаңыз, шырынды тағамнан бас тартыңыз, себебі ол жан жаққа шашырап, мазаңызды алады. Устрица мен мидия сынды деликатестерді бұған дейін жемесеңіз, мейрамханада оған тапсырыс бермей-ақ қойыңыз. Одан да әріптестеріңіздің таңдауына зер салыңыз. Жаныңызда отырған адамның нанын немесе бокалын тартып алмас үшін ескеретін бір қатар ереже бар. Нан салынған тәлізге сол жақтан, ал сусындар оң жағыңыздан қойылады. Оны ұмытып қалмас үшін екі қолыңызбен окей белгісін көрсетіңіз. Оң жағыңызда D, сол қолыңызда B әрпі шығады. D ол drink, яғни ағылшын тілінен аударғанда ішу, B ол bread, нан деген мағынаны білдіреді. Дастархан басындағы этикет бойынша ең бірінші болып тапсырысты қонақ немесе лауазымы жоғары адам жасайды. Матадан тігілген майлықты жағаға кіргізбеңіз, оны тізеңізге төсеп қойыңыз. Шынтақты үстелге қоюға тыйым салынған. Тамақ шайнап жатқан кезде сөйлеспеңіз. Бокалда тамақ қалдықтарының болмауын тексеріп отырған абзал. Сосын ұрттамас бұрын оған ерін тигізсеңіз болады. Ұялы телефонның дыбысын өшіріп қойды ұмытпаңыз. Әңгіме кезінде электрондық құрылғыларды сөмкеңізде ұстаңыз. Әріптесіңіздің алдында хабарлама жазып отырған жөнсіз көрінеді. Біздің мейрамханада іскерлік келіссөздер жиі өткізіледі. Тамақтанып тәтті жегеннен кейін қонақтар кофе немесе шайға тапсырыс береді. Кейін келіссөз жүргізуге кіріседі. Мейрамханадағы кездесуде даяшыны айғайлап шақыруға болмайды. Одан да жай ғана оған қарап басыңызды изеңіз. Кәсіби даяшы сіз берген белгіні түсініп, өзі де келе қояды. Өзіңіз қонақ болып отырған жеріңіз жайлы жағымсыз дүниелерді айтпай қойыңыз. Ал керісінше тамағы ұнап қалса, аспаздың еңбегін мақтау артық емес. Оны залға да шақыруға рұқсат. Мұндай әрекетіңіздің арқасында жанындағы серіктесіңіз сіздің сыпайы әрі еңбекті бағалайтыныңызды көреді. Іскерлік ас ұйымдастыру біздің күнделікті өміріміздегі дәстүрлердің біріне айналды. Өйткені әріптестер бірге ас іше отырып, сенімді қарым-қатынасты тезірек орната алады. Бір мезетте тамақ ішіп, сөйлесіп және әріптесті мұқият тыңдау әркімнің қолынан келе бермейді. Сол себепті қазірден бастап үйреніп, болашақта оны әдетке айналдырсаңыз жақсы болады. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.